Совет заманында бір мешіт болған жоқ. Иә. Көршіміздің үйімізде 5 тонна, 6 тонна, 7 тонна көмір түсіріп атады. Шешеміз айтады: "Ей, үй алмай нағып отырсың, ана күрегіңді ал да баршы шан үйге." Ал енді қазір кім-кімге көмектесіп жатыр? Ал Қазақстанда 3000, 4000 мешіт бар, күнде уағыз айтып жатыр. Бір көршінің баласы келіп көмектеспейді ғой. Бірден істеп жатсаң. Көмектеспейді. А бір-екеуіне айтсаң, аға қанша бересің дейді. Қанша бересің дегенде біз көзіміз ашылып, есіміз кіріп, етегіміз жапқалы естіген сөзіміз емес. Осы жақын осы соңғы 20 жылдың ішінде естіп жатырмыз сол сөзді. Қанша бересің аға? Масқара десеңші. Масқара ғой. Ау, баяғы қазақи сенімнен айырылып бара жатырмыз, Мұхтаржан. Қазақи сенім деген не? Туған нағашым ғой. Қойсайыңдар, туған нағашым келіп жатыр. Туған женім ғой, туған апа жездем ғой, туған қыз күйеу ғой, туған құдашам ғой, туған женім ғой, туған бөлем ғой, көз көргенім ғой, ауылдасым ғой деген сөзді жоғалтып бара жатыр.